Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен бір қызықты сабақ көрсеткім келіп тұр. Бұл қазіргі пиши стирай деген кітаптарға байланысты пункттермен жазу немесе дошкольный мектеп оқушыларына, садиктегі балдарға пропись ретінде жазылатын жазулар немесе сол кітаптың беттері болады. Оны қазір білесіздер, қыз-келіншектер, үйде отырған қыз-келіншектер пиши стирай деген жаз немесе өшір деген кітаптар сатып, қазір табыс көзіне жеткізіп отыр. Соны мысалға өздеріңіз істесеңіздер, біреуге электронный вариантын сатуға да болады. Ол үшін біз бастамасында мынау страницамыздың размерін белгілейміз. Мысалға менде қазір 4 бұрыш размері тұр. Ол 20-да 20 деген 200 мм-де 200 мм. Бұл 20-да 20 деген сантиметр деп болады. Потом прямоугольникті 2 рет басамыз, потому что бізге страницаның беті керек. Оны өзіміздің қалаған бір цветке бояймыз. Мысалы көк цвет деп айтайық. Ары қарай бұны мен тағы да копировать етіп, ортаға қарай кішкене жылжытам. Оны ақ цвет қылам. Сонда менде шешті осындай көк цветпен болады. Өздеріңіз қалауынша мына жерге может фигурный цвет қыласыздар, может быть басқа жерден фон алып келіп қоясыздар. Оны өздеріңіздің қалауыңызбен істейсіздер. Мысалы мен қазір бір келікті цвет беріп тұрмын. Одан кейін инструмент создания формайды ұстап, мына бірінші ақ түрлі ақ прямоугольникті алып, шетін бетіп астыға қарай немесе шетінен былай жылжытсақ, бізде прямоугольнигіміз округляция етіледі. Ары қарай менің ойымша мына жерге мысалға А әрпінен бастайық. Если біз А әрпін көрсеткіміз келетін болса, мысалға былай А деп жазып аламыз. Оны осылай әкеп мына жерге қоямыз. Осын қойып болғаннан кейін бұны обводка жасаймыз. Обводка получается оң жағын басатын болсақ, любой мысалы цветтің сол кезде бізде обводка пайда болады. Оны мына жерден көреміз. Обводкасы мына жерде қара цвет. Және заливкасы қара цвет болып тұр. Енді маған заливка керек емес, бұл жерде мен заливканы өшіріп тастасам да болады. И сонда менде тек қана құр обводка қалады. Енді бұны обводкасын пунктирный қылу үшін осы жердегі мына өзінің тұрған маркерге 2 рет басамыз. Сол кезде бізде мына жерде перо абристің жаңағы абрисіміздің қандай түрі болу керек екені көрсетіледі. Мына жерде біз пунктирный деген таңдаймыз. И және кішкене көрінетіндей қылып сызып қоямыз. Енді қалғанша өздеріңіз пункттер таңдайсыздар. Мысалға мына А әрпі. Осы жерге әкеліп Аның қасына жаңағыдай алма немесе арбуз ретінде бір суретті қойсаңыздар да болады. Ол бесплатно қолданыста болатын суреттерді таңдаңыздар, чтобы ертең күнгі сізге авторский правамен ешкім жаңағыдай тосқауыл қоймау үшін немесе штраф бермеу үшін сіздерге. Мысалға алма деп жазамыз. PNG вектор. Тек алып оны мына жерге лақтырамыз. Мына жерге алманың суретін қоямыз мысалға. Мына жерге алма деп жазамыз. Бұл жерге өздеріңіз уже цвет берсеңіздер де болады. Мысалға осы алманың цветімен бірдей қылып, қызыл қылып. Уже абрисын алып тастауға болады. Жирностьін қосайық. Ары қарай енді пропись ретінде мына жерге сөзді жазу керекпіз. Через перетекание арқылы сызықтар көбейтсек болады. Мына жерге 5 сызықта жетеді. Тоже абрисын пункттеріне қыласылақ. Окей. Енді мына жерге біз прописке А әрпін бастағаннан кейін А әрпінің жалғыз өзін қояйық. Бұлай қойып аламыз, бірақ бұл жерге бізге пропись
прописпен жазылған буквалар керек болғандықтан прописный шрифттарды бірінші скачать етіп алу керекпіз. Менде мысалға прописный шрифт, осындай шрифт бар. Осыны мен таңдайын. Ары қарай бірінші әрпін осылай қалдырам, екінші әріптерін мен ауыстыру керекпін. Оны қалай жасасақ болады? Егер біз тура осы күйінде бағанағыдай абрис беретін болсақ, осындай абрис беретін болсақ, және оны пунктирныйға айналдыратын болсақ, бізде объемный буква қалып кетеді. Объемный буква ретінде қалады. Егер бізге осындай түрі в принципе ұнайтын болса, или біз осылай түрін жасағымыз келген болатын болса, осылай қалдырып кетсек те болады. Ал егер жоқ, бізге бір прописной болу үшін бізде былай істесек болады. Осы әріпті бірінші суретке айналдырайық. Бір типті суретке айналдырамыз. Черно-белый разряд дегенге басамыз. Так. Қойып алайық шетке қарай. Өйтіп алайық. Мына жерге черно-белый разряд. Міне. Осылай бір цветке айналдырып, оны трассировка жасаймыз. Центральные линии иллюстрации технический деген. Осы түрі шығады. Біз окей дейміз. Бұны кішкене жөндеп жібереміз. Мысалға, мына жақтарын дұрыстаймыз. Мына жаққа дейін созамыз. Кейбір жерлерін дұрыстау керек жерлерін дұрыстап жібереміз. Мынаның қатты созылғаны бізге керегі де жоқ. Енді осы жаңағыдай пунктирный түрге айналдырамыз. Окей дейміз. Мына жерлерде қисық жерлерін көрген кезде өйстіп кішкене алып дұрыстап жібереміз. Сонымен осы түрін алып, мына жерге орнына қойып шығамыз. Группировать етіп аламыз обязательно. Мынаны алып тастаймыз орнынан. Размерін келтіреміз. Размерін қараймыз. Мына жерде 5-те 4-те 46, осыны копировать етіп аламыз да. Екінші әріпіне обязательно ключ закрытый болу керек. Қайтып мына жерге қоямыз размерін. Сонымен екеуі бірдей болды. Выровнять, распределить дегенді бассақ болады. И ары қарай, егер сізді полностью жаңағы мынау жазғаныңыз устраивать етіп жатса, болды, ары қарай осыны копировать етіп кете береміз. Мына жерлеріндегі артық заттарын алып тастай салайық. Болды. Ары қарай мына жаққа дейін либо через Ctrl-D арқылы көбейтіп шығуға болады. Немесе бір алып, біріншісін және ең соңғысын копировать жасаймыз да. Ортасына через перетекание арқылы көбейтсек болады. Мына жерге уже значениясын береміз. Ары қарай мысалға алма деген сөзді қайталау керекпіз. Астына түсіреміз тағы да. Осы жерге алма дейміз. Также дальше тура бағанағыдай қайталаймыз. Үлкейтеміз. Преобразовать в растровое изображение.
окей дейміз. Әрине тура ровно бізге бермейді ол программа. Барынша бізге қалай көреді, тура солай істеп беруге тырысады. Ары қарай өзіміз керек емес жерлерін жөндейміз, керек емес жерлерін реттейміз дегендей. Сонымен болды. Ары қарай также пунктирге айналдырамыз бұның барлығын. Мына әрпіміздің кішкене қисықтау екен. Жөндеп жүрейік. Опять абрезский кремс. Абрезский кремс немесе ана төбесіне тұрады. Алма қыламыз. Группировать етіп аламыз. Кішірейтеміз. Размерін тура мына размер қандай размер? Осы размерге келтіреміз. Вставить етеміз. Қасына жақындатамыз. Пункттерді ауыстырсақ та болады. Кішкене кішігірім пункттерге таңдансақ та болады. Размерін мына жерде өзгертсек те болады. 75-ке айналдырсаңыздар да болады. 5-ке айналдырсаңыздар болады. Немесе сверхтонкий обрезке айналдырсаңыздар. 5 нормально. И ары қарай также через Ctrl-D арқылы копировать етіп шықсақ болады. Бірінші бір копировать еткен расстояниеміз көрсетеміз. Ары қарай уже сол расстояниемен скопировать етіп бере береді. Ары қарай өзіміз мына жаққа қарай сөздерді құрастырсақ болады. Жазсаңыздар да болады. Кейін ары қарай басқа сөздерді ендірсеңіздер де болады. Мына жерге буын ретінде бөліп жазсаңыздар да болады. Мысалға кішкентай әріппен уже жаңағыдай алма дей салайық. Прописной буква алайық бұл жерде. Кіші әріптермен. Енді әркімнің өзінің фантазиясына байланысты жаза бересіздер. Мына жерге может быть басқа да сөздер құрастырсаңыздар да болады. Также цифралармен де солай жасасаңыздар да болады. Сондықтан подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар.